ел болам десең экрана түсу керек. Бүгін біздің балаларға арналған киномыз біздің жоқтың қасы. Біздің мультфильмдеріміз жоқтың қасы. Мына әлеуметтік желіде контенттерде жоқтың қасы. Яғни біз қазір кешіктік. Біз мына балаларымыздың барлығы неде отырады, тиктокта отыра ма, барлығының көретіне шетелдің киносы орысша аударылған. Әртүрлі о жерден әр киноның артында идеология жатыр, тәрбие жатыр. Мысалы кезіндегі Түркияның киносы осы бүткіл телевидениенің мына Ильяс білет, Қазақстан мен Хабардың бәрін түрік киносы толып кетті ғой. Сондағы өмірге келген балалардың аттарының барлығы түрік кинолардың кейіпкерлері. Неге? Бұл идеология дегеніміз осыдан шығады. Яғни біз бүгін кеш болмай тұрғанда, біз осы балаларға арналған контенттерді, арнайы жобамен, мультфильмдерді, балалар киносын біздер көбейтпесек, біз ұрпағымыз тәрбие ала алмаймыз. Киноның қолдау орталығында екі кино, екі мультфильм ұсынған. Балалар киносы мен балалар мультфильм. Яғни бір жағынан Талғатаға айтқандай ұлттық құндылықтар басым соған мән берілген, бірақ жаңағыдегі қазақтың табиғатын әсемдейтін мультфильм. Соны көрсеткен. Одан кейін жаңағыдегі кішкентай фотограф деген сценарий ұсынған. Кішкентай баланың, ауылдағы баланың фото өнеріне ғашық болып, соның ары қарай соған арманда жету жолында. Сол жету жолында ол ең соңында жаңағыдай басқа да үлкен өмірдің мәнін түсіне бастайды. Осындай нәрселерді түсінген. Қолдау тапты ма, жоқ па? Жоқ, ол кезде енді жаңа Талғатаға айтып отыр ғой, жерде қазақ тілін түсінбейді емес, қазақ тілінде оқымайтын адамдар да не отқаннан кейін 10-шы жылы Қазақфильм киностудиясында Ермек Аманшаев президент болып тұрғанда, сол жерде бүкіл мультипликаторлар, продюсерлер, мультфильм қатысты азаматтардың бәрін шақырған. Сонда кімде қандай ұсыныс бар дегенде мен ұсыныс айтқам. Қысқа және ұзақ мерзімді мультфильмді дамытудың бағдарламасы менде бар деп. Сонда кейін сол кезде айттым, егер бүгін біз кіріспесек, онда 40 жылдан кейін ұрпақ, 50 жылдан кейін ұрпақ келіп басымызға келіп, ұлы сөздің ұяты жоқ, дәрет сындырады дедім. Егер қазірден кірісетін болсақ, 50 жылдан кейін біздің басымызға келіп, өткен адам барлығы бетін сипап 15 жыл бұрын айттыңыз. 10 жыл айтқам. Сонда Сламбек Тәуекел ағамыз соны айтты, былай шыққаннан кейін, Әбдіқадыр ау, бұл жерде сен айтқан сөзің менен басқа ешкім түсінген жоқ деді.